Сәлем достар, бүгін бар жоғы 20 минутта дайын болатын өте дәмді бисквитный рулет дайындаймыз. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Жұмыртқамыздың сарыуызынан ақуызын ажыратып аламыз. Ақуызын жақсылап көпіртеміз. Көпіргеннен кейін үстінен шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Шекеріміз ерігеннен кейін үстінен жұмыртқамыздың сарыуызын саламыз. Жұмыртқамыздың сарыуызы біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды саламыз. Ұнды елеуіштің көмегіменен 2 немесе 3 бөлікке бөліп салғандарыңыз дұрыс. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, немесе сіздердің бисквиттеріңіз көтерілмей қалады. Арасынан разрыхлителікті елеуіштен өткізіп салып жібереміз. Міне менің қоспам дайын болды. Табама фольгамды төсеп, майлап алдым. Енді осының үстінен қоспамызды құйып, бір тегіс етіп, жан жағын бірдей етіп, әдемілеп төсеп аламын. Пешімізді осы арада қыздырып қоямыз. 180-200 градуста қызуы қажет. Міне дайын болды. Қызып тұрған пешімізге 5 минутқа салып аламыз. Осы арада рулетіміздің арасына жағатын начинкамызды дайындадым. Мен начинкаға маргарин және молоко пайдаландым. Маргарин ерігенше миксерледім. Осы уақыт аралығында менің бисквитім дайын болды. Міне тексеріп көрдім, піскен екен. Ыстықтай осылай сүргіге орап, ыстық күйінше сүргіге бір орап аламыз. Үстін қатты басудың қажеті жоқ. Міне осы ыстық күйінше начинкасын арасына жағамыз. Ыстық күйінше жақсаңыздар өте тез сіңеді және де сочный дәмді болып тұрады. Мінекей осылай барлық шетіне жақсылап жағып аламыз. Өте дәмді рулет дайын болады. Кремімізді жаққасын үстінен қатты баспай, әдемілеп ораймыз. Мінекей дайын болды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.